Сәлем етсің бе балақай, класс KZ порталына қош келдің. Бүгін біз жаратылыстану пәні сабағын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғи бірлестіктер қалай өзгереді деп аталады. Бүгінгі сабақта сен табиғаттағы табиғи бірлестіктерді сипаттап үйренетін боласың. Сонымен қатар адамдардың өсімдік тіршілігіне қалай ықпал жасайтынын білетін боласың. Өткен сабақта біз табиғи бірлестіктермен таныстық. Ұзақ уақыт бойы белгілі бір табиғат жағдайында қалыптасқан өсімдіктер табиғи бірлестікті құрайды. Мысалы, шөл аймағында өсетін өсімдіктер, тоғайлар, ормандар, дала өсімдіктер жатады. Сонымен қатар жасанды бірлестіктер де болады. Оны адамдар өз қолымен жасайды. Оған мысал ретінде бау-бақшаны, гүлзарларды, саябақты, егіс алқаптарын айтуға болады. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Белгілі бір бірлестікке кіретін кейбір өсімдіктер әртүрлі жылдамдықпен өседі. Мысалы, бетегелі дала алқабының өсімдіктері, шырша ормандары ұзақ уақыт бойы қалыптасады. Әртүрлі табиғаттың жағдайлары оларға әсер етуі мүмкін. Мысалға, аптап ыстықтар және ызғарлы аяздар белгілі бір өсімдіктің жойылып кетуіне немесе бір өсімдіктің қаулап өсуіне әсер етеді. Осылайша табиғи бірлестіктер ауысып отырады. Су тасқыны, өрт, дауыл секілді табиғат апаттары табиғи бірлестіктердің өсімдіктердің жойылуына әкеп соғады. Ал табиғи бірлестіктердің қалыптасуына ұзақ уақыт кетеді. Мысалы, шырша ормандары тек 150 жылдан кейін ғана қалпына келе алады екен. Өзіміз білетіндей, адамдар жасанды бірлестіктер құрып үйренді. Мысалы, бау-бақша, егіс алқаптары, гүлзарлар, олар адамның әрекетінсіз өсе алмайды. Сол себепті адамдар оған қарамаса, күтіп баптамаса, арам шөптер өсіп кетіп, олар табиғи бірлестікке алмасып кетуі мүмкін. Ал енді түсінікті болса, мына сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: табиғи бірлестік деген не? Дұрыс айтасың. Ұзақ уақыт бойы белгілі бір табиғат жағдайында қалыптасып өскен өсімдіктер табиғи бірлестікті құрайды. Ал енді екінші сұрақ: табиғи бірлестіктер ненің әсерінен өзгеруі мүмкін? Дұрыс айтасың. Су тасқындары, өрт, дауыл секілді табиғат апаттары олардың жойылуына, өзгеріп кетуіне әсер етеді. Ал енді соңғы сұраққа жауап бер. Жасанды бірлестіктерге нелер жатады деп ойлайсың? Дұрыс айтасың. Егіс алқаптары, гүлзарлар, бау-бақша, саябақтар жатады. Жарайсың. Ал енді мына суреттерге назар аудар. Бұл суреттен сен қандай өзгешеліктерді көріп тұрсың? Өте дұрыс. Жарайсың. Өзің көріп тұрғаныңдай, бірінші суретте өсімдіктердің арасында көл болған, ал келесі суреттерде ол көл біртіндеп тартылған. Оның орнына өсімдіктер қаулап өскен. Міне, осылайша табиғи бірлестіктер біресе жойылып кетеді, немесе табиғат жағдайларына байланысты өзгеріп, қаулап өсіп кетуі мүмкін. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Белгілі бір табиғи бірлестікке кіретін өсімдіктер табиғат жағдайына байланысты өсетін жылдамдығы әртүрлі болады. Мысалы, бетегелі дала алқабының өсімдіктері, шырша ормандары ұзақ уақыт бойы қалыптасады. Табиғат жағдайларына байланысты табиғи бірлестіктер ауысып отырады. Мысалы, су тасқындары, өрт, дауыл секілді табиғат апаттары олардың жойылуына әкеп соғады. Және адамның әрекеттері де әсер етеді. Ал кейбір жағдайларда табиғат жағдайына байланысты табиғи бірлестіктері қалыптасуы мүмкін. Осылайша табиғат бірлестіктері алмасып отырады. Менің бүгінгі сабағым аяқталды. Сабақ саған қызықты болды деп ойлаймын. Класс KZ порталында көріскенше, қош сау бол.